Мұра. 3 бөлім. Шыдам шегі. Күн күрт бұзылып, көк жүзін қара бұлт торлаған. Компания іші де дәл сол аспандай ауыр, салмақты күйге енген. Әркім өз жұмысында болғанымен, астарлы салқындық ауада сезіліп тұр. Әсіресе Айару мен Жанбикенің арасында көзге көрінбес майдан жүріп жатты. Айару жұмысына кірісіп, үстел үстін реттеп, маңызды құжаттардың түпнұсқаларын мұқият қарап отыр еді. Bir сәтте артына бұрылып, бір сәтке ғана принтерге қарай кеткен сол үстелге құлап түскен судың сылдыр еткен даусын естіді. Не болды деп ұмтылғанда, алдындағы маңызды құжаттар суға малшынып, бояулары жайылып, әріптері өшіп бара жатты. Жүрегі дүрсілдеп, қолын сермеп, қағаздарды көтеріп әлек болып жатқан артына қарап қалды. Жанбике иығын қиқаң еткізіп тұрып, қайғырып керегі жоқ, өзіңнің салақтығың, обалың өзіңе, деп мысқылдай күліп, иығымен қағып өтіп кетті. Айарудың көзіне жас үйірілді. Бірақ бұл әлсіздіктің емес, әділетсіздікке деген ашу мен жан күйігі еді. Сіз не істеп тұрсыз? Бұл құжаттар дайындалғанша қанша күн өтті? Енді бәрін қайта жасау керек, деп ашуын жасыра алмай дауыс көтеріп жіберді. Жанбике артына да бұрылмады, тек табанын тарсылдатып кете барды. Бұл оқиға бүкіл бөлімге белгілі болды. Бірақ ешкім араласуға батпады. Айару ішкі әділдікпен, ал Жанбике ішкі өшпенділікпен күннен күнге өршіп бара жатты. Сұлтан кеңсеге кіргенде, олардың көз қарасынан, үнсіздіктерінен бәрін сезетін. Бірақ нақты дәлел мен шешім қабылдар мезгілдің әлі келмегенін білді. Үндемей бәрін бақылауда ұстады. Кешкісін үйіне барған сұлтан, дастархан басында үнсіз отырған атасы Абылқасым атаны көзбен іздеді. Шай үстінде жан сырын ақтарды. Ата, кеңседе бір қыз бар, Айару, жақсы, еңбекқор, бірақ оны менің администраторым Жанбике жақтырмайды. Кеше ғана үлкен құжаттарға су төгіліп, Айару жылап қалды. Не істесем екен? Абылқасым ата көк шайынан бір ұрттап алып, ойлы күйде жауап берді. Балам, мына өмір арқан. Bir ұшын сен, бір ұшын тағдыр ұстап тұрады. Кейде арқанды бос тастау керек. Кімнің дос, кімнің қас екенін сонда білесің. Уақыт бәрін орнына қояды. Шыдам, шырағым, шыдам, нағыз басшының діңгегі. Сұлтан үнсіз бас изеді. Ол енді жағдайды сырттай емес, тереңінен бақылауға көшті. Себебі арқанды кім үзіп, ұшында ілініп қалатыны алдағы күннің еншісінде еді.